қымбатты сабағымызды жалғастырайық. Біз үй тапсырмасын пысықтап алдық. Енді бүгінгі біздің қазақ тілінен өтетін жаңа тақырыбымыз, яғни етістіктің шақтары деп аталады екен. Бүгінгі сабақта сендердің білетіндерің, яғни осы жаңадегі бастапқыда айтылған үй тапсырмасы бойынша сөз таптарын пысықтап шығасыңдар. Және сонымен қатар сөйлемнің ішінде кездескен жағдайда етістіктің шақтары оны ажыратуға үйренетін боласыңдар. Сонымен қатар топпен, ұжыммен жұмыс жасауға дағдыланатын боламыз. Келесі, яғни енді біз жаңаде атап өттік, етістік дегеніміз тағы да бір еске түсіріп жіберіңдерші. Не еді бізде? Етістік дегеніміз іс-қимыл әрекетін білдіреді деп жаңа ғана өздерің қайталап айтып шықтыңдар сұрағымда бәрінде. Демек, енді осы етістіктің сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңдерін білдіру етістіктің шағы деп аталады екен. Етістіктің бізде 3 шағы болады екен. Өткен шақ, осы шақ және келер шақ. Өткен шақ дегеніміз сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен іс-қимыл әрекетті біз етістіктің өткен шағы деп атайды екенбіз. Бұл жерде мен мысал ретінде бір ғана сөйлемді қазір сендерге осы 3 шақта айтып бергім келіп отыр. Яғни бірінші өткен шақта мен кеше атамның үйіне бардым. Ол бізде кеше барғанымызды білдіріп тұр. Ары қарата осы шақ сөйлеп тұрған кезде, дәл осы кезде болып жатқан іс-қимыл әрекетті білдіреді екен. Мен қазір қайдамын? Атамның үйіндемін. Дәл қазіргі уақытта. Ары қарата келер шақ осы айтылған сөйлеп тұрған кезден әлі болмаған, бірақ болады деп біз жоспарлап отырған іс-қимыл әрекетті не деп атайды екенбіз? Келер шақ деп атайды екенбіз. Мысалы, мен ертең атамның үйіне не істеймін? Барамын. Бірақ әлі барған жоқпын, оны не істеп отырмын? Жоспарлап отырмын. Демек, келер шақ бізде жоспарлау болады екен дағыны, ал өткен және осы шақ бізде есеп беру. Біз расымен де барды, біз есеп беріп отырмыз өзімізге немесе басқа біреуге. Ары қарата, енді қазір мен сендерге оқулықтың 79-шы бетін ашсаңдар, 3-ші жаттығуға назар аударыңдар, ойлаттап әдісі арқылы осы тапсырманы орындағым келіп отыр. Бұл жерде бізге жұмбақ берілген екен. Бірінші тапсырма бұл жерде не істе дейді бізге? Жұмбақты оқып, не істеу керек екен? Шешуін табуымыз керек. Және осы жерде тұрған етістікті тауып, қай шақта тұрғанын айтуымыз қажет екен. Алдымен мен мұқиятына берілген жұмбақты оқып берейін, сендер кітаптан қолдарымен ұстап қарап отырыңдар. Аспанда бір алып құс ызғыр ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады дейді. Ал жұмбақтың шешуін маған кім айтады? Бірінші тапсырма. Тамаша. Ал Жанаділ? Зымыран. Дұрыс айтады. Жұмбақтың жауабы не екен бізде? Зымыран. Отыра ғой. Ары қарата осы жерде енді осы жұмбақтың ішінде етістік қай сөздер бізде? Етістікті алдымен тауып алайық. Құлдақы Жанет. Ұшып барады, із қалады. Ұшып барады және қалады. Осы екеуі бізде не екен? Етістік. Яғни бұл жерде іс-қимыл әрекетті бізге білдіріп тұр. Енді осы жерде ұшып барады, аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады дейді. Қай шақта айтылып тұр? Осы шақ. Осы шақ. Өте дұрыс айтасыңдар. Ал келесі қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Келер шақ. Келер шақ. Яғни қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады дейді. Келер шақ дедіңдер ғой. Ал олай болса дұрыс нұсқасын экранға назар аударайық. Яғни жұмбақтың жауабы зымыран дедіңдер. Ошанал Аяжан дұрыс айтады, зымыран екен. Бұл жерде ұшып барады, сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимылсыз әрекет, демек ол бізде өткен шақта айтылған екен. Ал қалады деген қай шақта екен? Осы шақта екен. Тамаша, жарайсыңдар. Енді қазір мен сендерге әрқайсысына жұптық жұмыс жасаймыз, көршімен әңгімелес. Бұл жерде мен сендерге семантикалық карта таратам. Осы карточка бойынша етістікті не істеулерің керек екен? Тауып
ала бер байболат. Алдымен осы жерде тұрған етістіктердің қай шақта айтылғанын не істеуіміз керек? Белгілеп шығуымыз қажет. Өзің жеке орындай бер. Мінекей мұршас. Келесі, мінекей 3 түрлі карточка, сары түсті, көк түсті және жасыл түсті осы карточка берілді. Бұл жерде әртүрлі сөйлемдер берілген. Соны алдымен жүкпен жұптаса отырып дұрыс нұсқасын белгілейсіңдер. 15 секунд уақыт беріледі. Болған оқушылар жай ғана қолыңызды көтерейік. Уақытымыз тығыз. Нұрсұлтан, ал оқып жіберейік бірінші. Арман үйге берген жөнді жаттап отыр. Осы шақ ғарышқа тіршілік иесінен ұшыра бастады, өткен шақ. Тамаша, қабылдаймыз ба? Көк түсті карточка бар ма? Содан бір оқушы. Ержан, ал бастай ой. Аспанда зулап келемін. Осы шақ Тоқтар Әубәкіров алғаш рет ғарышқа 1988 жылы ұшты, өткен шақ. Тоқтар Әубәкіров 2026 жылы 80 жасқа толады. Келер шақ. Тамаша, сары түсті карточка бар ма мына жақта? Ал, тұра қой, сары түсті ма? Сары түсті. Арман кітап оқып отыр. Осы шақ жарық секундына 3000 километр жылдамдықпен таралады. Келер шақ еске заманнан бастап ғалымдар ғарышты зерттеп отырды. Ол бізде Өткен шақ. тамаша, жарайсыңдар балалар. Біздің уақытымыз тығыз болғандықтан жылдам демек дұрыс нұсқасын көріп шығайық. Кәнекей төмен тағы Арман кітап оқып отыр. Бізде осы шақ жарық секундына 300 километр жылдамдықпен таралады. Келер шақ ерте заманнан бастап ғалымдар зерттеп отырған екен. Ол бізде не екен? Осы шақ. Ал жылдан ары қарата көк түсті де осы шақ бірінші тұрғаны Тоқтар Әубәкіров 1888 жылы өткен шақ және Тоқтар Әубәкіров 2026 жылы 80 жасқа толады дейді. Ол бізде келер шақ екен. Жылдан ары қарата келесі де бізде соңында қалады келер шақ. Арман үйге берілген өлеңді жаттап отыр. Осы шақ ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастады. Ол бізде өткен шаққа жатады екен. Енді балалар осы сабақты қорытындылау әдісіменен сендерге әжемнің сандықшасы әдісі арқылы қорытындылағым келіп отыр. Барлығының алдарында стикер тұр. Сол стикер бойынша бүгінгі түсінген сабақтарымды төменгі жақтағы берілген 3 шаққа астыңғы жағына шапсырып өтсеңдер болады. Жылдам. Тамаша болған жылдам өте береміз. Тамаша. Ал осы жерде мен бір-екеуін ғана қарап шығайын. Келер шаққа дейді, отырады, жүреді дейді. Тамаша, осы шақта дейді, отырмыз дейді. Тамаша, және өткен шақта жатқызды тұрды дейді. Тамаша, жарайсыңдар. Демек, алдағы уақытта осылай сөйлемнің ішінде кездесетін болса, мен сендерді, яғни жылдам табады деген ойдамын. Олай болса, үйге оқу тапсырмасын ала қойыңдар. Оқулықтың 80-ші бетіндегі 6-шы жаттығу берілген тек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлер тақырыбында мақала жазып келеміз.